Петропавл қаласының ішкі істер басқармасы криминалдық полиция бөлімінің қызметкерлері облыс орталығында жыл басынан бері велосипед ұрлаудың 80-ге жуық фактісін тіркеген. Қылмыстың 60% ашылған. Петропавл қаласының ішкі істер басқармасына облыс орталығының тұрғыны хабарласып, кешкі сағат 7 шамасында аула тұрған Стелс маркалы велосипедінің қолды болғанын хабарлаған. Жедел іздестіру шаралары барысында полицейлер жұмыс істемейтін 25-26 жас шамасындағы екі қала тұрғынын анықтап ұстады. Екеуі есірткіге тәуелді болып шықты. Кейін белгілі болғандай, ұсталғандар ұрланған заттарын қала базарында арзан бағамен сатып отырған. Тергеу барысында олардың осыған ұқсас 20 қылмысқа қатыстылығы анықталды. Қазіргі уақытта облыс орталығында велосипед ұрлау фактілері бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 бабы 2 бөлімі, яғни бөтеннің мүлкін ұрлау фактісі бойынша қылмыстық істер қозғалды. Аталған қылмыстарды бір топ тұлға алдын ала келісіп жасап отырған. Олар 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Қазіргі уақытта күдіктілер тергеу изоляторында. Тергеу іс-шаралары жүргізілуде.